болады. Бұл бағдарлама негізінен 11 сыныптарға арналған 34 сағаттан тұрады. Қазіргі күні Қазақстан тарихы пәні еліміздің өткенін терең ұғынумен бүгінгі күнмен байланыстыру үшін аса маңызды рөл атқарады. 11 сыныпқа арналған ұлы даланың тарихи тұлғалары тақырыбындағы таңдау курсы оқушыларға қазақ халқының тарихындағы өмірі мен қызметін таныстырып, олардың мемлекеттілікті қалыптастырудағы және мәдени дамудағы рөлін көрсету мақсатында жасалған. Бұл курс жас ұрпаққа ұлттық тарихқа деген қызығушылықты арттыруды, ұлттық рухты көтеруді және тарихи сананы қалыптастыруды көздейді. Ұлы дала тарихында көптеген маңызды тарихи тұлғалар өмір сүрді. Олардың арасында хандар, билер, батырлар, ғалымдар, ақындар, қоғам қайраткерлері, ойшылдар сияқты көптеген ұлы тұлғаларды кездестіруге болады. Бұл тұлғалардың әрқайсының өз кезеңінде қоғамның дамуына, халықтың еркіндігі мен тәуелсіздігін қорғауға, мәдениет пен білімнің өркендеуіне зор үлес қосқанын білеміз. Олардың іс-әрекеттері мен еңбектері, ұлт үшін жасаған ерліктері қазіргі жастар үшін үлкен үлгі болары сөзсіз. Бұл бағдарламаның мақсаты оқушыларды ұлы дала тарихындағы маңызды тұлғалармен таныстыру, олардың ел тарихындағы рөлі мен маңызын түсіндіру, оқушыларға ұлы дала тарихи тұлғаларының Қазақстан тарихындағы маңызын түсіндіру, оқушылардың тарихи сана сезімін қалыптастыру, ұлттық тұлғаларға деген құрмет пен мақтаныш сезімін дамыту. Және де Қазақ хандығының құрылуынан бастап тәуелсіздікке дейінгі кезеңде ел үшін қызмет еткен тарихи тұлғалардың өмірі мен ерліктері жайында жүйелі білім беру болып табылады. Әр тұлғаның саяси, әлеуметтік және мәдени саласындағы ықпалы мен рөлін бағалау дағдыларын қалыптастыру. Келесі бағдарламаның міндеттері: қазақ тарихындағы тұлғалардың тарихын зерделеу, тұлғалардың тарихи мұрасын бағалау, тарихи тұлғалардың идеялары мен құндылықтарын зерттеу, қазіргі заман тарихи тұлғалардың байланысын көрсету және де қоғамдық және мәдени құндылықтарды сақтау болып табылады. Келесі. Құрметті әріптестер, егер де тарих пәні бойынша Қабдиева Гаухар Вилдановнаға сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар. Осы жерге сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Жақсы, енді бұл бағдарламадан біз нені күтеміз? Қазақстан тарихы пәнінен 11 сыныптарға арналған ұлы даланың тарихи тұлғалары тақырыбындағы бұл таңдау курсы бағдарламасы бүгінгі таңда өте маңызды және өзекті болып табылады. Өйткені еліміз тәуелсіздік алғаннан бері ұлттық тарихи сана мен рухани құндылықтарымызды қайта жаңғырту ісі белсенді түрде жүргізіліп келе жатыр. Оны сіздер де білесіздер. Бұл курс Қазақстанның ұлы тұлғаларын, олардың қоғам мен мемлекеттің дамуына қосқан үлесін теңірек танып білуге мүмкіндік береді. Тәуелсіз Қазақстанның қазіргі кезеңде ұлтжандылық, патриотизм, ел тарихын құрметтеу мен ұлттық құндылықтарды сақтау мәселелері айрықша маңызды болып отыр. Бұл курс арқылы оқушылардың өз халқына деген сүйіспеншілігін арттыру, ұлттық тарихымыздың терең түсіну және ұлы тұлғалардың өмір жолын үлгі алу мақсат етіледі. Сұрақтарыңыз болса? Жақсы, рахмет әріптестер. Келесі сөз кезегін келесі әріптесіме беремін. Салалық әдістемелік кабинет әдіскері, педагог, психолог Арай Иманбекқызына сөз берейік. Арай Иманбекқызы.